отандық өнер жұлдыздары отбасыдағы зорлық-зомбылыққа қатысты жаңа заңға өз қарсылықтарын ашық білдіруде. Әртістердің ойынша, аталған жаңа заң жобасы қазақ ұлтының болашағына балта шабады. Қазақстандық шоу-бизнес өкілдері баласын ата-анасынан қорғау туралы заңға түбегейлі қарсы. Өнер иелері арасынан алғашқылардың бірі болып, бұл жағдайға қатысты Алтынай Жорабаева пікір білдірді. Әнші өзінің Instagram парақшасында жазба жариялап, жаңа заңды сынап тастады. Зорлық-зомбылыққа қарсы заң шығады екен дегенде, алғашында кәдімгідей іштей қуанып қалып едім. Себебі қаншама әйел күйеуінен адам танымастай таяқ жеп, біразы сол аманат қылып алған өз күйеулерінің қолынан қаза тапты. Қаншама бүлдіршіндер, жеткіншектер педофилдердің құрығына түсіп, өмірлерінің күл-талқаны шықты. Осыған тосқауыл болатын болдау деп ойлап едім. Сөйткен заңымыз дәстүрімізге, болашағымызға, яғни қазақ ұлтының болашағына балта шапқалы тұрған заң екен. Алла сақтай көр. Баласын ата-анасынан қорғау заңы деген неғылған заң. Ол заңды естудің өзі, көрудің өзі былай тұрсын, тіпті ми қабылдай алмай тұр. О заманды бұ заман. Қазақ халқының бала тәрбиесіне батыстағы педофил заң орнатпақшы ма? Балаларымызға күнделікті тәрбиелік сөздерді айта береміз. Бірақ балаларымыздың құлағына жауыр болған сөздер. Жауыр болса да болашағы үшін айтылуы тиіс сөздер. Жалпы, отбасы болған жерде ері әйелін сыйласа, әйелі қашанда соңғы сөзді еріне қалдырып отырады емес пе? Қызы анасының ақылын тыңдап, ұлы әкеге қарап бой түземей ме? Отбасының гармониясы ата-бабамыз үйреткен жол да осы емес пе? Бұғанасы қатпаған, көзқарасы қалыптаспаған балаға ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін айтып, жол көрсете алмасаң, ол баланы жаңағы бала зорлағыш, жыныс ауыстырғыш, еркегі еркекке, әйелі әйелге ғашық болғыштардың үгітіне, қоғамына шақырып алып кетпесіне кім кепіл? Мен Қазақстанымның болашағы үшін ана ретінде бұл заңға қарсымын, деп жазды Жорабаева.